Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Айдана. Бүгін лагманды өзімнің созу әдісімді көрсететін боламын. Бізге керегі су, ұн, тұз және де жұмыртқа. Бірінші суымызды құйып, тұзымызды саламыз, бір жұмыртқамызды жарып саламыз. Одан соң ұнымызды кішкенеден сала отыра қамырымызды елейтін боламыз. Егерде көп адамға жасайтын болсаңыз, суды кішкене көбіректеу құйып елейміз. Ұнымызды салып, жақсылап араластырып, қамырымызды қаттылау қылып елейтін боламыз. Елеп болғаннан соң пакетімізге салып 10 минутқа тындыруға қалдырамыз. 10 минут өткеннен соң қамырымызды алып, тағы да жақсылап елеп жібереміз. Осылай елеп болғаннан соң қолымызбен басып, жайып аламыз және де кесіп шығамыз. 2 сантиметрдей болу керек. Және де ыдысымызға салып, бетін майлап, тағы да 15 минутқа жауып қалдырамыз. 15 минут өткеннен соң бірінші созуымызды бастаймыз. Осылай созып шығамыз кішкене, және де бетін майлап, осылай қойып қоямыз. Барлығын созып болғаннан кейін екіншісін бастаймыз. Бірінші созған қамырымызды алып, осылай қолымызбен жайып шығамыз. Қамырымызды майлап отыру қажет. Артынан алдыға қарай қайтадан қайырып созып жатырмын. Болғаннан соң қайтадан осылай орап, бетін майлап қоя тұрамын. Барлық қамырды осылай созып шығамыз. Ал енді үшінші мәрте созамыз. Осылай созып шығамыз қолымызбен барлығын. Лагманның қамырын әркім әртүрлі ғып созады. Бұл менің өзімнің әдісім. Осылай созамын. Осылай маған ыңғайлы. Енді қайтадан қамырымызды орап, бетін майлап қоя тұрамыз. Ал енді бізде төртінші созуымыз. Қолымызға осылай жинап аламыз қамырымызды. Арасы ұзақ емес, жақында болуы қажет. Осылай барлығын орап аламыз және де қолымызды тартып тұрып, қамырды столға ұрамыз. Осылай созамыз. Сол кезде бір келкі болып, бәрі жіңішке болып созылып шығады. Қамырды міндетті түрде болғаннан кейін майлап қою қажет. Сонда бір-біріне піскен кезде жабыспайтын болады. Міне, оп-оңай, міндетті түрде жасап көріңіз. Егер видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Күн сайын жаңа рецепттермен бөлісетін боламын, сондықтан қоңыраушаны басып қойыңыз.